بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد المستخرجات على الصحيحين بخاري من مسلمге مستخرج енді مستخرج дегеніміз не екендігін түсіндіреді ونعني بالمستخرج مستخرجдағы мағына яғни مستخرج дегеніміз не ол أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث مصنف деген бұл жерде сол мустахриж истихраж қылатын кісіні, сол имамды, сол мухаддисті айтып жатыр. Сол кісі келеді, сол кісі иля китабин мин кутубил хадис. Мысалы, имам Бухаридің немесе имам Муслим сияқты кісілердің кітабын келеді де фаюхарриджу, сөйтіп тахридж қылады. Тахридждің мағынасы не ол? Ай яруи, яғни риуаят етеді. Ахадисаху, сол Бухаридің хадистерін би асанида ли нафсихи, өзінің иснадымен, өзінің шейхтарымен ли нафсихи мин гайри тарихи сахибил китаб. Сол кітап иесі, яғни кітап иесі деп жерде кімді айтып жатыр? Бухари немесе Муслим. Сол кісілердің жолынан басқа жол, яғни өзінің иснадымен, өзінің жолмен хадистерді риуаят етеді. Сөйтіп фаяжтамиу мааху фи шейхихи, сөйтіп сол Бухаримен Бухаридің шейхында жолығады, немесе ау ман фауқуху, немесе Бухаридің шейхінің шейхі сода жолығады. Уалау фи сахаби, тіпті ол сахабиге дейін кетіп қалуы мүмкін. Негізі әл-асл сол кісінің сахибул китаб, сол кітаптың шейхында жолығуы осы асыл. Негізі осылай. Енді шартына келетін болсақ, ва шартуху ан ла ясила иля шейхин абада хатта яфқида санадан юсилуху иля ал-aqrab. Жалпы жаңа айтқанымыздай, асыл алыс кітап кетпеу керек. Жаңағы кітаптың иесінен, Бухари Муслимнен, соның шейхынан, немесе шейхінің шейхі, сол екеуінің біреуінде болу керек. Одан алыс табиғинге, сахабиге кетіп қалуға болмайды. Өйткені ол жаңағы жақын жол тұрып, то есть жақынға жеткізетін санатты жоғалтып алады ол кезде. Алыс шейхқа апармау керек, алыс шейхқа жеткізбеу керек. Тек ол мынандай жағдайларда ғана рұқсат, алыс шейхқа иттисал қылуы ли узрин, мына үзір себепті, мен улуин улул иснады улу болса, оны қазір суретпен түсіндіреміз. Немесе зиядатин ау зиядатин мухиммати, немесе өте бір маңызды, сол санатта маңызды бір кісі болғаннан кейін, немесе бір маңызды нәрсе болғаннан кейін, сол жаңа мустахридждің несі ұзақ болса да, бірақ сондай үзір себепті болады екен. Енді мына жердегі нені қараңыздар, түсінікті болады. Имам Бухари, мынау енді мысал шарт емес, дұрыс болу шарт емес бұлай. Бұндай иснат шыны керек жоқ болуы мүмкін. Мысалы, Имам Бухари ұстазы Исмаил шейхі, оның шейхі Малик, оның шейхі Нафи, оның шейхі Ибн Умар сахабия. Сөйтеді Әл-Барқани деген кісі келеді, бұл кісі мустахрич. Сөйтіп келіп Бухариден емес, бәлкім Бухаридің шейхімен бұл кісінің жаңағы иснады осы кісімен жолығады. Бұл бір сурет. Немесе екінші бір суретте Имам Бухари, оның ұстазы Исмаил, Имам Әл-Барқани, бұл кісі өзінің жолы бар, өзінің иснады бар. Ол өзінің шейхі Зайдтан естейді. Зайд Имам Маликтен, міне, бұл уже Бухаридің шейхінің шейхында жолықты екеу. Көрдіңіздер ме? Одан кейін үшінші бір сурет бар. Имам Бухари Исмаил шейхі, оның шейхі Малик, одан кейін Нафи, одан кейін Ибн Умар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі. Барқани шейхі Яхиядан, оның шейхі Ибрахим, одан кейін барып Нафи'те табиғинде жолықты.
міне бұл негізі асыл жаңа айтқанымыздай мынау Бұхаридің шейхында, яғни өте жақын осы жол болу керек. Осы мұстахрадждың ең негізгісі осы. Ал жаңа айтқанымыздай тіпті сахабаға дейін кетіп қалуы мүмкін деп жатырық қой, өзінің жолымен осылайынан. Бұл енді сирек, әрі ол асыл емес, негізгі асылға қайшы да ол. Сосын Ахмад айтады: "Варуббама асқатал мустахридж ахадиса лам яджид лаху санадан яқбиhi". Ол жаңағы хадистерді түсіріп тастауы да мүмкін кейде, өзі разы болмаған санат таппағаннан кейін, немесе кейде соны сол кітаптың жолымен де айтып жатады дейді кейде. Бұны иншалла мысал арқылы қазір мысалдан түсінетін боламыз.